Ассаламу алейкум, біз үшін қадірдан болған әзиз теле тамаша көйлер. Ассаламу алейкум. Әр шембі бізді асығысылық пенен күтіп отыратығын қадірлі заманласлар. Көздің соңғы айы ноябрь басланар екен, дарақлар сап-сары алтындай жапырақларын жолларымызға паяндоз етеді. Құслар жылы жақларға қайтып барады. Сондай-ақ алтын көз бізге өмірдің ғаниметлігін, мехірдің жылылығын және де өмірдің аманат екенлігін сезіреді, аңлатып барады. Осындай пайызлы кешлерде біз сіздің нәзеріңізге Қарақалпақстан ақшамы көрсетуін ұсынамыз. Мархамат, тамашалап, кеуілі дем алың. Мархамат. Gözlerin şu kaşı kara aman 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 halım yaman aman 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 halım yaman aman aman sevmişem ben seni ey yar eşkine sadıgam ey yar seni yar tularım eşkinle yanarım eşkinle yanarım yar seni yar tularım yar Kalbime bürdün yara aman 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 halım yaman aman 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 halım yaman aman aman sevmişem ben seni ey yar eşkine sadıgam ey yar seni yar tularım eşkinle yanarım eşkinle yanarım yar seni yar tularım yar Рахмет, сау болың. Міне осындай ажайып қосықпенен жоғары кепиятта біз көрсетуімізді баслап алдық. Біз әрбір көрсетуімізді белгілі бір темаға арнаймыз. Бүгінгі темамыз жүдә бір ажайып, ол жүректерді елжіретеді. Солай емес пе? Дұрыс айттыңыз. Қайсы миллеттің уәкілі болмасын адамзатқа бауырман етеді. Ол бар жерде мехір толып тасады. Жүреклер бір-біріне талпынып, адамзат бір туысқан екенлігін сезеді. Ол үлкен әріплер менен жазылатығын киелі
сөз туысқанлық. Шәргүл апа, сол жерде туысқанлық хақында сол шайыр атамыз, қаһарман шайырымыздың Ибрайым Юсуповтың сөз маржанлары менен сол сөзімізді бүгінгі сәубетлеріміздің басын баслап алсақ, жүзікке қас қондырғандай болады меніңше. Жүда ажайып, жүда дұрыс пікір. Хақиқатында да шайырдың дидарын, шайырдың хауазын сағынған халқымыз үшін телевидениеміздің алтын қазинесінен орын алған бұл алтын қатарларды шайырдың өз хауазы менен үлкен театрымыз сахнасында тұрып оқыған көрінісі менен баслау орынла. Және де залдағы тамаша көйлердің де бұл өткір мазмұнды қатарларға туысқанлыққа болған мехрі олардың жүз көзлерінен көрініп тұрғаның өзі қандай зауқлы. Қане сәубетімізді шайыр сөзі менен баслаймыз. Мархамат. Мархамат. Тарихларға буалы сөз, әр бір дәске давалы сөз, киелі сөз, дуалы сөз, туысқанлық, ар намыс vicdanı şerek, malımının canı şerek, tamırında kanı şerek, kanılaş söz, tuысқанлық. Bir uşakka ot çaktırgan, bir jaylauda mal baktırgan, toy lazımga at çaktırgan, karga tamır, tuысқанлық. Bir tandırğandan jaktırgan, müdej zatыңды taktırgan, bir mezgil esik kaktırgan, oranı verir tuысқанлық. Özbekti öz agam etken, ullu bakıt inam etken, bir kazanda aş demletken, nesibi bol tuысқанлық. Suğumdu sağalaş etken, elimde aralaş etken, Türkmengen namalaş etken, kardeşi bol tuысқанлық. Kazaklarga tay soyulgan, Kırgızlarga koy soyulgan, üy tüktürüp baş koyulgan, destürü bir tuысқанлық. Zaman жаңадан күш берген, жайлауға кең өріс берген, алып өткен жеңістерден құдіретлі күш туысқанлық. Міне осындай біздің туысқанлығымыз бар. Хақиқатында да шайыр айтқандай бауыр басқан туысқанлық бұл адам баласы үшін әр демде, әр бірімізге керек нәрсе. Хақиқат. Міне көп миллетлі халқымыз арасында ол қайсы миллеттен болуына қарамай осындай туысқанлықты жасап атырған заманластарымыз біздің бүгінгі көрсетуіміздің қаһарманлары, студиямыздың мейманлары. Қазір олар менен таныстырып өтеміз. Келімжай Алланазаров һәм Гуля Хаджаевалар шаңырағы. Шынығүл апа Елмұратова, келінлері Мавлюда Айтбаева, Гүлзада Автокаримовалар менен бірге. Сондай-ақ Йошлы түрлі миллеттің әжайып қосықлары менен Бердақ атындағы Академиялық сазлы театрының қосықшысы Сәрбіназ Сейітова бүгін бізбенен бірге. Келімжай аға менен Гуля апалар Қарақалпақ мемлекеттілік Бердақ атындағы университетінің география һәм табиғи ресурслар факультеті профессор доцентлері. Бірі Қарақалпақ, бірі түркмен миллетінен Шынығүл апамыз болса, келген келінлерде түрлі миллет уәкіллері. Енді біздің аңлап жеткеніміз сол шаңырақлардың сондай тату, әр бірі тарауларда жемісілі менет етпекте және апай шаңырақ иелері. Студиямызға қош келдіңіздер, мейманлар. Демек, ең дәслеп сіздерге сұрауымыз сол бір шаңырақта көп миллет уәкілдерінің бірге тату тұрмыс кешіруі бұл елдің бірлігін тәмелейді. Солай емес пе? Мархамат, Келімжай аға. Ассаламалейкум, телетамашагөйлер. Міне бүгін туысқанлық хақында айтатын болсақ, Өзбекстан Республикасында президентіміз тарапынан мемлекетіміздің саясатын егер көріп отырған болсақ, бірге көп миллетлі республикамызда әммен миллетлердің тең құқылы екендігін көреміз. Олардың біргелікте тату жасап атқанына куәсіміз. Әр қандай ләжлардың өткізіп атқанларын көреміз. Міне шаңырақ бойынша, миллетлер татулығы бойынша жүре көптеген жұмыстар алып барылып жатырыпты. Бұл нәрсе әлбетте біздерді қуандырады, келешекке сенімімізді бекемдейді деп ойлаймын. Енді өзіміздің шаңырағымызға келетін болсақ, әлбетте мен келіншегім түркмен миллетінен, сондай-ақ шаңырағымызда бұрыннан да көп миллетлі шаңырақлардың біреуі болып есептенеміз. Бір үлкен жеңгем қазақ миллетінен қызы болып есептенеді. Бір қарындасым Хорезм уалаятында өзбек семьясына келін болып түсті.
бір ініміздің келіншегі келініміз қазақ миллетінен, екінші бір ініміздің келіншегі тәжік миллетінен келін болып түсіп жатырыпты. Бұлардың барлығы әлбетте біріншіден жауапкершіліктен талап етеді, себебі әрқандай миллеттің өзінің дәстүрі болады, үрп әдеті болады. Бұлар әлбетте екіншіден осы біргелікте тұрмыс құру нәтижесінде басқа миллетлердің жақсы үрп әдетлерін, олардың кухнясы болады ма, милли киімлері, асханасы, олардың тұрмыстағы тұрмыс тәрізі, киіну мәдениеті, тағы басқа көптеген тәрәплерін меңгеруге имканат береді екен бұл нәрсе. Әлбетте қазіргі уақытта шаңырағымызда сол көп миллетлі уәкілдермен жасап жатырмыз, тату, ешқандай бірліклі шаңырақсыз. Бірліклі түрде тату жасап, ауызбіршілікті шаңырақ болып жасап жатырмыз, өсіп өніп жатырмыз, келілер, ақылқылар, шаулықлар пайда болып жатырыпты. Бұлардың барлығы әлбетте мемлекетіміздегі тыныш татулық, миллетлер арасындағы татулық, ауызбіршілікке байланысты деп ойлаймын. Әлбетте, әуес етсе арзыйтұғын, ауызбіршілікте екенсіз, көз тимесін. Мархамат Гүл апа, сіздер қалай Қарақалпақстанға келгенсіз? Ассалаумалейкум. Менің өзім Қарақалпақстанда туылғанмын. Анам Қарақалпақ, әкем түркмен миллетіне уәкілі. Бірақ олар Түркменстанда жасаған. Анамның атанасы да, әкем де 1959 жылда Тахеташ кіресі құрылып басылған уақытларда осы жерге жұмысқа келген екеуі де, һәм осы Тахеташ қаласында танысып, шаңырақ болған. Қазіргі уақытта шаңырағымызда бұрыннан да жаңа келім жай өмірлік жолдасым айтқанындай, бұрыннан да біздер де интернационал шаңырақпыз. Көп миллетлі шаңырақ. Көп миллетлі. Үлкен келінім, өзімнен кейінгі інімнің келіншегі қазақ миллетіне, кейінгі келінлеріміз Қарақалпақ миллетіне тән. Ешқандай осы жерде туылып өскеніміз, сол Қарақалпақ тіліндегі мектепте оқығанымызға және осы жердің әдетлерін білгенге маған Қарақалпақ шаңыраққа келін болып түскенім ешқандай қиыншылық тудырмады. Үйренісіп кеттік. Һәм қалеген сол болатұғын әрқилы той тағы да басқа да шаңырақлық дәстүрлерді орылауда да қиналмадым соның үшін. Анам Қарақалпақ болғанға ма. Һәмме өзімде сабақ оқытқан уақытында, демографиядан сабақ оқытамам мен. Шаңырақ хақында көбірек жасларымызға айтып беремен. Сол жерлерде де интернационал шаңырақлардың, яғни әртүрлі миллетлерден құралған шаңырақлардың қазіргі уақытта әсіресе Қарақалпақстанда Қарақалпақ, қазақ, өзбек миллетіне тән болған, түркмен миллетіне тән болған шаңырақларда барлығында дерлік сол көп миллетлі екі, яки үш, дым болмаса келіні, яки қызы сол миллетлерге тиіп отырған көреміз, шаңырақ болып отырғанларын. Бұлардың барлығы сол бір қоңсы болып жасағалығымыздан. Һәм келешекте де сондай шаңырақлардың бақытлы, тату болып жасауын тілеп қаламын. Рахмет. Рахмет. Жақсы, аз сөзбенен жақсы пікірді берді. Гүл апа, сізден міннеттармыз. Хақиқатында да біздің еліміз сондай көп халық, көп миллетлі халық. Олардың арасындағы татулық бүгінгі тынышлығымыздың тикары. Әлбетте. Өзі Қарақалпақ халқы бұрыннан кең пейіл, жоғарда айтып өткеніміздей, бүгін Гүл апамыз айтты, мінекей, көп миллетлі, құда-құдағай аралас қой қоралас жасаған халықпыз. Қыз алып, қыз беріп, келін түсіріп отырыппыз.